Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дизайнер. Бүгінгі сабақта болатын оқиға туралы ауызша және жазбаша баяндауды үйренесің. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөздермен танысасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Сәнгер, мата, сән үлгісі, сән үйі, тапсырыс. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық және есімізде сақтайық. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда және жүргізіп оқы. Осы аптадағы жоспарың қандай? Бүгін тапсырыс беруші келеді. Оның өлшемін аламын. Тапсырысты кім береді? Сахнада жүрген танымал адам береді. Жарайды. Ертеңгі жоспарың қандай? Ертең мен мата дүкендерін аралаймын. Бүрсігүні үлгілерді дайындаймын. Арғы күні қайда боласың? Айя, сән үйіне барамыз. Ұмытып кетпе. Жаңа сән үлгілерін көреміз. Ұмытпаймын. Одан арғы күні қайда барасың? Одан арғы күні Фабрикаға да бару керек. Жақсы, уайымдама. Бәріне үлгереміз. Мүмкін фабрикаға сенбіде барармыз, ә? Біз сенбі, жексенбі күндері жұмыс істемейміз. Тауға шығып демаламыз. Екінші тапсырма. А нұсқасы. Сөйлемді аяқта. Үлгіні қолдан. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сөйлемді аяқтап болсақ, біз ұсынған жауап нұсқасымен тексерейік. Бүгін ол тапсырыс берушінің өлшемін алады. Ертең ол мата дүкендерін аралайды. Бүрсі күні үлгілерді дайындайды. Арғы күні Ая сән үйіне барады. Одан арғы күні фабрикаға барады. Сенбі мен жексенбіде тауға шығып демалады. Оқушылар, сендердің де жауап үлгілерің осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма. Ә нұсқасы. Мәтінді қайталап оқы. Қимылды білдіретін сөздерді тап. Оның қандай мағынада тұрғанын айтып бер. Оқушылар, мәтіндегі қимылды білдіретін сөздерге назар аударайық. Келеді, аламын, береді, аралаймын, дайындаймын, көреміз, үлгереміз, демаламыз, жұмыс істемейміз және тағы басқалары. Оқушылар, қимылды білдіретін сөздердің жасалу жолына назар аударайық. Етістіктің түбіріне А, Е, қысқай жұрнақтары жалғанған. Демек, қимылды білдіретін сөздер алда болатын әрекетті білдіреді. Үшінші тапсырма. Сөздерді дұрыс айт және жаз. Оқушылар, берілген кестеге назар аударайық. Кестенің бірінші бағанында сөздердің дұрыс жазылуы берілген. Екінші бағанында сөздердің дұрыс айтылуы берілген. Енді кестенің бірінші бағанындағы бірінші сөзге назар аударайық. Бүгін сөзін айтқанда дыбысының орнына дыбысын айтамыз. Бүгін. Екінші сөз бүрсігүні. Бүрсігүні сөзін айтқанда дыбысының орнына дыбысын айтамыз. Бүрсігүні. Үшінші сөз сенбі.
сенбі сөзін айтқанда н дыбысының орнына м дыбысын айтамыз. Сенбі. Төртінші сөз жексенбі. Жексенбі сөзін айтқанда н дыбысының орнына м дыбысын айтамыз. Жексенбі. Оқушылар, есімізде мұқият сақтап алайық. Төртінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, мағыналық айырмашылығын тап, кестеге бөліп жаз. Оқушылар, берілген кестеге назар аударайық. Кестенің бірінші бағанына болып кеткен іс-әрекетті білдіретін сөйлемдерді жазамыз. Кестенің екінші бағанына алда болатын іс-әрекеттерді білдіретін сөйлемдерді жазамыз. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Кестені толтырып болсақ, біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Алдымен кестенің бірінші бағанына назар аударайық. Кестенің бірінші бағанында болып кеткен іс-әрекеттер жазылған. Мен етікті былғарыдан тіктім. Тапсырыс берушімен кездестім. Біздің фабриканы жапты. Мен дизайнер мамандығын оқыдым. Кеше сән үйінде болдым. Былтырдан бері қысқа шалбар сәнге айналды. Мен модельдерді дайындадым. Енді кестенің екінші бағанына назар аударайық. Екінші бағанда алда болатын іс-әрекеттер жазылған. Ертең мата сатып аламын. Ертең жаңа сән үлгілерін көрсетеміз. Танымал адамға көйлек тігемін. Келесі аптада дүкендерді аралаймыз. Идеяны интернеттен іздейін бе? Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Бесінші тапсырма. Сәнгер мамандығы несімен қиын? Ол не істейді? Ұсынылған тілдік құрылымды қолданып жауап бер. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, сәнгер мамандығы туралы ойларыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Менің ойымша, сәнгер қызықты мамандық. Менің білуімше, сәнгер мамандығына арнайы білім қажет. Менің түсінігім бойынша, сәнгерлер тапсырыс берушінің өлшемін алып, таңдаған матасынан киім тігеді. Оның ойынша, сәнгерлер сән үйінде жұмыс жасайды. Мәтінде айтылған пікір бойынша, сәнгерлер сән үлгілерін дайындайды, мата дүкендерін аралайды, жаңа сән үлгілерімен үнемі танысып отырады. Сонымен қатар, бір апталық жұмысын жоспарлап қояды. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың сәтті шыққанына сенімдімін. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Болатын оқиға туралы ауызша және жазбаша баяндауды үйрендің. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөздермен таныстың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 11-ші беттегі 6-шы тапсырманы орындаймыз. Өзіңді сәнгер ретінде елестетіп көр. Бір апталық жұмысыңды жоспарлап жаз. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.